Жамбыл облысында жаңадан сайланған ауыл әкімі жасыл желекті жайпап жатыр деген жұрт көмек сұрайды. Тірлікте емес ауылдағы ағаш атаулына тып-типыл етті дейді шулаған халық. Ауыл жұрты вагон-вагонға жүк болар бүтін бөренелер бизнес үшін балталанды ма деп күдіктенеді. Басқа емес, бейіт басын бүлдіріп, ну орманды қолдан қудала қылғандарына қапалы. Әріптесім Нұрадин Рахай Бұхараның базынасын біліп келді. Ассалаумалейкум группа, Степной ауыл тұрғындары. Ажақта әкім мырза біздің ағаштарды каналдың бойынан леза баласынан құртып жатыр, шетіне қырқып. Ескертуді осылай естіген ел ертесі өкпесін айтып өре түргелді. Өйткені көз алдындағы жасыл желекті балта ұстағандар жау шапқандай жайратып салған. Құлаған терек қорымды қиратып, түбінен кесілген томарда осындай өлген адамның белгісі жайрап жатыр. Что-то интересно? Наверное, материальный? Бұл біреудің мүддесі, мүмкін материалдық, жайдан-жай түбінен кесіп тастаған жоқ. Сау ағаштарды құрылыс материалы үшін кесу әбден мүмкін. Неге онда заңды санитарлық нормаға сай 4 метрден қурағандарын ғана кеспейді? Енді бәрі солады. Қорым қураған шөптен өртке ұрынады. Не керегі бар бүтін тұрған нәрсені білдіріп? Қараша қарағаштың қураған емес, қайта жуан құлаштығы қызықтырды деп санайды. Құрылыс материалы үшін қолдан құжатпен қурады қылып, түгел тып-типыл еткен деп налиды. Степной ауылдық округіне жаңадан сайланған әкім бүтінді бүлдіруден істі бастамай, былтыр берілуі тиіс ауыз судың, жеңіл көлік жүре алмайтын оңқы жолдың, жұлым-жұлым жалғанған жарықтың жырын шешсе деп тілейді. Где здесь мешали нашему акиму? Біз әкімге бұл ағаштардың неге кедергі келтіргенін білгіміз келеді. Кедергі келтірді, қауіп төндірді деген жарықтың желісі қайда, газ трубасы қайда? Сап-сау 50-дей ағашты кесіп тастады. Мінекей қазір ғана келді бізге, анау-мынау айтып жатыр. Бірақ негізі келіп жиналыс жасау керек еді бізге. Халықпен сөйлесу керек еді. Но халқы сонша халық жиналып тұрды. Аядай ауыл айқайы басылмайтын ауылға айналған. Алайда әкім дау тудырған мәселе бос әурешілік дейді. Кесілген ағаштың құжаты қолда, кешіккен ауыз судың ісі сотта, салынбаған жолдың сметасы ойда дейді. Бүгін сұрауын сұрап барған елге күнделікті жауабын қайталады. Но эту тему может 100 раз поднимать. Вы заявление написали, я ответил. Бұл тақырыпты 100 рет көтерсеңіз де болады. Арыз жаздыңыздар, мен жауап бердім. Алдады десеңіздер, ол өздеріңіздің шаруаларыңыз. Мен бәрі заңды екенін айтамын. Ұнамай ма, қайта арызданыңыздар. Мен жауап берем. Әкімнің бітерістің көзін таппай сылтау сөзін табу өкпемізді өршітті дейді жұрт. Алайда халықтың айқайы жуық арада басылмайтын сыңайлы. Өйткені жуырда ғана сайланған су жаңа әкім 4 жылда өз айтқанын істеуге бел буған. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.